Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің видеомыз денсаулық туралы болмақ. Видеодағы 6 ауру сізді мазалағанда қияр қосылған су ішіңіз. Емді таңертең жүргізу керек. Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең 1 стақан қияр қосылған су ішсеңіз, келесі 6 түрлі аурудың алдын алатыныңызға кепілдік береді. Ендеше саулығымызға да, сұлулығымызға да пайдасы мол қияр қосылған су ішуді әдетке айналдырсақ болады. Сонымен, қияр қосылған су мына ауруларға ем болады екен. Бірінші, саулығыңызды жақсартады. Қияр қосылған су қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы калий, магний және натрий элементтері инсульт, жүрек талмасы, бүйрек ауруларының алдын алады. Тәбетті болдырмайды. Егер сіз таңертең аш қарынға 1 стақан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарыныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүретіндерге таптырмайтын әдіс. Теріні тазалайды. Сіз қияр қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда теріңіздің саулығы жақсарады, әрі жасарады, тегістеліп, ылғалданады. Мұндай қасиетке құрамындағы кремний элементінің арқасында қол жеткізеді. Ағзаны ылғалдандырады. Қияр қосылған су тәнді де, жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңызды да нәрлендіріп ылғалдандырады. Сонымен қатар, жүрек қан тамыры ауруларынан қорғайды, әрі улы заттан тазартады. Дәруменмен байытады. Қияр адам ағзасына қажетті минералдар мен дәрумендердің қайнар көзі. Әсіресе А және С дәруменіне өте бай. Аталған пайдалы заттар ағзаға тез еніп, оңай қорытылады. Және де ағзаны уланудан қорғайды. Ағза уланған жағдайда 1 стақан қияр қосылған су ішсеңіз, 2-3 минуттағы керемет нәтижесін көресіз. Сондай-ақ, бүкіл ағзаны шлактан, улы заттан тазалайды, әрі денсаулықтың жалпы жағдайын жақсартады. Қияр суды қалай дайындаймыз? Емдік қасиеті орасан бұл судың дайындалу жолы өте қарапайым. Бізге 2 дана қияр, 3-4 тал жалбыз, 1 дана лимон және 2 литр таза ауыз суы қажет. Кенде ыдысқа суды құясыз. Қиярды жіңішке етіп, ұзыншалап турап саласыз. Оған жалбыз бен лимон тіліктерін қосып араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып, тоңазытқышқа қойыңыз. Емдік суды түнде жасағаныңыз жөн. Таңертең дайын болған суды шектеусіз іше беруге болады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Бұл видео сіздерге өз пайдасына келеді деген ойдамыз. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.